Ашады, көп сайттарға ашады. Қолдауымен шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні деп бекітілді. Енді 2 жыл өтті. Жалпы енді өзіңіз жаңағы әр өңірдің өнермен таныссыз деп ойлаймын. Әр мерекенің басқасында жүресіз өзіңіз. Жалпы осы домбыра күні бекітілгеннен бастап осы домбыра күніне арналған мерекелік іс-шаралар өз деңгейінде аталып өтіліп жатыр ма? Өзіңіздің ойыңыз? Енді совсем іштеме жоқ деп айту қиын енді, бірақ енді әрине бұдан да жақсы шараларды өткізуге болатын еді. Негізгі президентіміздің мына домбыра күнінің атауының өзі ерекше нәрсе ғой. Бұл бір шынында да бір тарихи шешім. Осындай бір қажеттілік туып тұрған кезде мына президенттің қолдауы көп адамдарға күш берді. Шында да мына дәстүрлі өнер деген мынау эстрадалық жанр сияқты емес. Бұл өзі бір кішкене қорғауды, қоршауды, көмекті қажет ететін өнер. Бұл кез келген жерден жаңағы даңғырлап шығып кете бермейді. Сондықтан бұған ерекше көзқарас керек деп ойлаймын. Сол президентіміздің сол күнді арнап қоюының өзі домбыраны бұл үлкен қамқорлықтың басы. Енді осыдан ары қарай біраз шаралар істеліну керек еді, үлкен-үлкен. Не айтамыз өзі, мысалы, біздің заманымызға келетін болсақ, керемет күйшілер бар. Соларды еске алынбай жатқан жоқ, бірақ әлде де дұрыстап еске алып, мүмкіндік болса, солардың шығармашылық жолдарын кішкене зерттен кіреп, сосын халыққа насихаттан қырап, қазіргі мынау технократтық заманда өзі оқу, кітап оқу, басқа бір дәстүрлі өнерді шұқылап айналысу кейде тіпті кейін қалып қояды. Бәрі басқа бір жолға түскендей болып тұрады кейде. Сондайдан кішкене қорғап, бір күй туралы келелі бір отырыстар жасап, оған әрине сондай бір бағыт берсе, тіпті жақсы болар еді. Сол жағы кішкене әлі азда болып жатыр ғой деймін. Болашақта енді әрине үмітсіз шайтан деген бола жататын шығар. Әлі де күтеміз. Күйге бір ерекше қамқорлық керек. Қамқорлық керек. Қай жақтың күйі болсын, бәрібір халқымыздың байлығы ғой. Мыңдаған күйді осылай етіп енді қорғамасақ, бәріміз жалып жүріп. Кім кінәлі енді? Егемегендігіміз алдық. Ешкім бізді жоғардан қарап отырған жоқ, былай істеңдер. Өз билігіміз өзімізде. Президентіміз жаңа домбыра күніне дейін қолын қойып беріп жатыр. Енді ары қарай жұмыс өзімізде. Министрліктен бастап осыны кішкене қолға алыңқырау керек қой деймін. Әлде де сол іштеме жоқ деп айту қиын, бірақ жеткіліксіз де болып жатыр. Өйткені бұл қамқорды тілейтін өнер, қамқорлықты қажет ететін өнер. Сондықтан болашақ күйді дамытамыз десек, болашақ өнерімізді дамытамыз десек, осы күй мәселесіне ерекше көзқарас керек сияқты. Енді Айтжан өзіңіз ұстазсыз. Осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде шәкірттеріңіз бар, басшылық қызметте де отырған шәкірттеріңіз бар. Жалпы ұстаз болу үшін ұстазда қандай қасиет болу керек? Жақсы шәкірт тәрбиелеу үшін қандай қасиет болу керек? Ол енді оның енді рецепт жоқ болар. Әр ұстаздың бұрында біздің өзіміз ұстаздарымыз айтатын еді, өзінің методикасы болады. Методика деген өзі бір не ғой, әлгі үйрету жолдары ғой. Бір ұстазға ұқсамайды. Негізгі ұстаздың міндеті шамасы сол табандылық. Айтқан ілімін, берген білімін жайлап отырып жеткізіп,
табандылықпен соны тексеріп, соны бағытын сілтеп отыру сияқты. Өйткені онсыз болмайды. Басқа оқу орындарында, мысалы, біздің музыкалық колледжде 4 жыл оқыса, басқа техникумдерде 2 жыл оқып өтуге болады. Ал бізде ол 2 жылға келмейді. Өйткені музыкаға уақыт керек. Ана оқушыға бойына сіңу керек. Ол уақыт арқылы сіңеді. Сондықтан біздің өнерде көбірек оқитыны, сосын көбірек жүретіндігі сондықтан. Енді өнер адамдары, білмеймін, енді мына жеңіл өнер эстрадалық жанрда жағдайлары жаман емес қой. Ал енді мына дәстүрлі өнерде материалдық жағдайлары онша керемет деп айту қиын. Шындайды. Ол өзі адам өмірінің екінші бір жағы ғой. Сол жаққа келгенде, домбырашылардың өтіп жатқан неше түрлі сайыстары, конкурстары, солардың жүлделері де әлі көңілге толарлық деп айту қиын. Осы уақытқа дейін күй атасы Құрманғазы деп, Құрманғазының арналған конкурстардың өткенінің өзі көбіне көңіл толдырмайды. Сол нәрселерге кішкене көңіл бөліңкіресе, осыда жақында ғана құрылған мынау күйшілер одағы, мынау Рүстем дегеннің өзі жүгіріп жүріп, ашып жүр. Осындай бөлім ұйымдарға да көмек керек. Жалпы күйшілерге жаңағыдай бір үлкен бір қамқорлықпен қарайтын бір орта керек па білмеймін. Осындай нәрсе керек ақ. Өйткені болашақта өз өнерімізді өзіміз қорғамасақ, ешкім бізге өнерімізді дамытып бермейді. Біздің өнеріміз, қазақтың өнері қазаққа керек бірінші. Содан кейін барып елге керек. Біз дамыған елдің қатарына қосыламыз десек, өнерімізбен, мәдениетімізбен, әдебиетімізбен баруымыз керек қой. Сондықтан қай жағынан да осы өнер жолында тек жаңағы пайданы көздей бермей, әрине пайда болғаны жақсы ғой. Бірақ осы өнердің түпкі мақсатын көздеп, болашағын көздеп, сол бағытта жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Енді болашақта осының бәрі істеледі деген үміттеміз ғой енді. Жақсы. Енді жаңа күйшілер одағы деп айтып кеттіңіз. Енді жалпы Қостанай облысының осы дәстүрлі өнерін айтатын болсақ, осы күйшілік өнерді айтатын болсақ, бізде Қостанай облысында жаңағы көркем өнерпаз ұжымдар көп. Олар енді осы мамандықты оқығанмен, бірақ жаңағы практика жүзінде байқаулар болсын, немесе жаңағы оқытатын шәкірттер бар, тәрбиелеушілері бар, бір жүйе, оқу жүйесі бір жетіспейтін сияқты. Осы мақсатта енді бүгін осы күйшілер одағының жаңағы орталығына ат басымызды тіредік. Осы мақсатта бір филиалын ашсақ деген Қостанай облысынан біздің көркем өнерпаз ұжым жаңағы күйшілерге бір көмегімізді көрсетсек деген ниетпен. Жалпы енді осы көркем өнерпаз самодеятельный дейді ғой. Өзіңізге де алдыңызға шәкірттерге жаңағы нота танымайтын дейміз. Жаңағы музыкадан хабары жоқ, бірақ үйренгілері келетін. Енді біздің облыста да сондай жаңағы өнерпаздар көп. Сол өнерпаздарға берер ақылыңыз қандай? Болғанда енді жаңағы дұрыс айтып отырсың, филиалын ашу керек деп. Ол филиал тек жалғыз Қостанай облысында емес.
бүкіл республика бойынша әрбір облыс орталығында осындай филиалдар ашылса тіпті күшті болар еді. Өйткені өнер ортақ қой енді. Сол филиалдар ашылып, сондай елден келген жаңағы өнерлі жастар сол жақта тәрбиеленіп келіп, мына орталыққа келіп, осы орталық орынға келіп, өнерлерін көрсетіп, бір жерден шығып жатса, солардың ішіне неше түрлі таланттар шығар еді ғой. Болашақта істелінетін нәрселердің бірі осы ғой. Шынында да бұл өте керек нәрсе. Осыған енді біздің жоғарыда отырған азаматтардың көңілі дұрыс болып, дұрыс қамқорлық жасай білсе, бұл бәрі қолдан келінетін нәрсе. Қай ел болмасын, қай облыс болмасын, бізде елдің ішінде таланттар барақ, баршылық. Соның бәрін көріп, ертерек көріп, реттеп, соларға көмек көрсетіп, қолтығынан демеп, кішкене бір бағыт сілтеп жіберсе, әлгі азаматтар өзінің кәдімгі деген жерінен шығар еді. Бұл жөнінде шынында да мына күйшілер қоғамы енді жалғыз Рүстемнің қолынан қиын ғой, бұл жалғыз жігітке артып қою. Бұл жігітке де көмек керек. Осы бүкіл облыстармен байланыстырып, үлкен бір бағдарлама керек. Осылардың бәріне әрине қолдау керек. Қолдау үшін жаңаға бұны істейтін жаңаға материалдық жақтары керек. Отыратын орны, істейтін шараларға бөлінетін қаржы, осылардың бәрі енді ақылдасып шешілсе, бәрі істелінетін нәрсе ғой. Құдайға шүкір, қазір жоқ емес, барлық жаман емес, еліміз дамып келе жатыр. Жағдай шүкіршілік. Енді тек бізге жаңағы ұжымдасып жұмыс істеп, бір бағытта, қазақша айтқанда әлгі, бір жеңнен қол шығарып, бір жағынан бас шығарып, бәріміз бірігіп жұмыс істеу керек. Сонда төл өнеріміз, күйіміз одан сайын дамып, осы заманның, бүгінгі заманның лебін қосып, одан ары қарай кете береді деп ойлаймын. Енді мұны айтып өттіңіз, Қостанай жерінде болдым деп. Енді Ахан Жақан шыққан, Қонысбай, Әбілевтей ақын жазушылар шыққан Тобыл Торғай өңірі де болдым деп айттыңыз. Жалпы біздің осы Тобыл Торғай өңірінің өнері жайлы алған әсеріңіз қандай? Бір рет болғам, сонау оркестр, Құрманғазы оркестрі істеп жүрген кезде болғам. Осы бір 10 жыл турысында ойлаймын, бір болып қайттым. Біздің қай облысымызда да қазақтың қай түкпіріне барсаң да мына өнерлі азаматтар көп. Қостанай облысына барғанда да бір көргенім, ауа райы бір әдемі жақсы қал екен. Анау Шөкеев деген бір азамат сіздерде әкім болды ғой. Сол кездерде бір дамытып, өнерді қолдап жатқан бір кезінде бардым. Сонда азаматтарға қолдау көрсетіп, өнер адамдарына қолдау көрсетіп, жақсы іс бастаған екен ол кісі. Соның арқасыма бір жылдар оркестр құрылды ғой сіздерде. Осы мына халық аспаптар оркестрінің құрылуымен бастап, Қостанай өңірінде жаңағы күйшілер дамып шыға бастады. Соңғы кездерде сол Қостанай жақтан көбірек күйшілер келе бастады. Бұның өзі қуанарлық жағдай. Демек, әр жерде, әр облыста, қай облыста болсын, осыған қолдау көрсетіп, бәрі жаққа көңіл бөлетін болса, қазақ жері таланттардан құр емес, Қостанай облысынан да талай әрі керемет таланттар келетініне мен сенімдімін. Бұл жақсылық іске тек жаңағыдай қамқорлық жасайтын, өнерді түсіне білетін, өнерге көңіл бөлетін азаматтар керек. Соларға шамасы сол ел басшыларына тіпті түсіндіріп айтатын да азаматтар керек. Оларға да кейде жетпей жатады. Кейбіреулер істемейді емес, сол әлгі сараң емес сұрау табылмас дейді ғой. Соларға айтып түсіндіріп, осындай жағдай деп сол бағыт сілтеп отырса, көп нәрсені бірігіп істеуге болады ғой деп ойлаймын. Қостанай облысынан да талай нәрселер әлі шығу керек, Құдай қаласа.
келсін аға. Енді бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Енді Қостанай жұртшылығына бір тілегіңізді, лебізіңізді білдірсеңіз, ұлттық домбыра күні қарсаңында. Ұлттық домбыра күні қарсаңында жалпы бүкіл қазақстандықтарға күйіміз дами берсін дегім келеді. Қазақтың қуанышы мен күйінішін жырлап келе жатқан домбырамыз одан ары қарай осы бағытта дами берсе екен деймін. Өсіп келе жатқан келешек жастарымыз осы аталар салып кеткен жақсы жолдағы жақсы бағыттарды алып күйімізді, дәстүрлі өнерімізді дамыта берсе екен дейміз. Енді Қостанай өңірде сол үлкен облыстарымыздың бірі, қасиетті жер. Ол жерден де жақсы өнерпаздар шығып, елінің дамуына, елінің өркендеуіне өз үлестерін қоса берсін. Жақсы. Көп рахмет аға бүгінгі сұхбатыңызға. Сіз де аман болыңыз. Сізді осы Тобыл Торғай өңірінде күтеміз. Қонаққа келсеңіз де болады. Рахмет. Көп рахмет сізге. Жақсы, рахмет.